Қыстың қамын жазда ойла деп құрамындағы дәрумендер мен балғын иісін сақтап қалатын тосап түрін жасайтын боламыз. Жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Қажетті мөлшердегі қарақатыңызды 4-5 қайтара осылай суық суда жуып аламыз. Менен кішкене лайфхак болсын. Мантоварканың осындай табағына пищевой қағазды салып, былай тесіктерді кесіп, 4 килограмм қарақатты бірден осы жерге сорғытуға қоятын боламын. Мөлшермен 2 литр суға 5 ас қасық тұзды салып, ерітіп, 20 минутқа апельсин мен лимонды қалдырдым да, кейін суық сумен жуып алдым. Тұздың орнына ас содасын пайдалансаңыз да болады, немесе қатты қайнаған суға 10 минут салып қойсаңыз да болады. Тап-таза қылып жуып алған лимон мен апельсинімізді мейлінше ұсақтап турап дайындаймыз. Видеода мен бірден 4 порцияны жасап жатырмын. Бір порцияға керекті құрамын видеоның соңында жазатын боламын. Енді барлығын блендердан өткізетін боламыз. Бірінші қарақатты, кейін апельсин мен лимонды блендерлеп алып араластырамыз. Шекерімізді қосып, погружной блендермен тағы да біраз блендерлейміз. Шекеріміз ерігенше 7-8 сағатқа қалдырамыз. Иммунды тосабымыз қайнатылмайтын болғандықтан тек қана мұздатқышта ұстайтын боламыз. Мұздатқышымызда көп орын алмау үшін осындай замогы бар полиэтиленді пакетиктерге 4 ужодан құйып шығамын. Замогын әдемілеп бекітіп, тегіс жерге қойып отырамыз. Бүгінгі менің 4 порция жасаған тосабым 11 килограмм болды. Әр қайсысы 850-900 граммнан. Тоңазытқышта тегістеп қатырып, кейін суырмаларға саламыз.